Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгін дөнер жасаймыз үй жағдайында. Мына біздің етіміз духовкаға пісіріп алып, салонға турап, бұл ет біз кішкене сүрленген ет екен. Тұзды ет болды. Біз бұған бұрыш, тымян салдық, кішкене май құйдық. Сонымен духовкаға салып пісіріп алдық. Осылай. Келесі картошкамыз. Картошканы да духовкаға пісіріп алдық. Бұған паприка, куркума, тұз, бұрыш қостық. Енді соусымызға келейік. Соусымызда бұл қаймақ, президент қаймағы 20%, және аджика, чеснок, тұз салып, соусымызды жасап қойдық. Лавашымыз дайын. Кішкене зеленый лук турап қойдым. Енді дөнерімізді жасаймыз. Мына жерде етіміз салдық, оның үстіне соусымызды молырақ қып құйдық, құрғақ болмау үшін. Кішкене зеленый лук салдық, оның үстіне картошкамыз салдық. Дөнерімізді лавашқа орап қойдық. Енді қыздырып аламыз. Дөнерімізді екі жағын қыздырып жатырмыз. Аз болсын. Осылай дөнер жасап көріңіздер. Тез, жеңіл. Қолдан жасағанның аты қолдан жасаған. Бәрібір дәмді болады.